Сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Хабардың тақырыбы Төле би тағылымы. Студиямыздың қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Абайтану институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Жаңғара Дәдебаев мырза. Хош келдіңіз. Бүгінгі тақырыбымыз, Жаңғара мырза, Төле би бабамыз туралы болмақ. Елбасымыз былай деген еді: халықтың үш ұлы перзенттері, даңқты ұлы даланың Төле би Әлібекұлы, Қазыбек би Келдібекұлының және Әйтеке би Бәйбекұлының есімдері біз үшін ерекше киелі деп. Міне қазақ халқының қазақ болып қалыптасуына, қазақ өміріне, қазақ даласына, қазақтың болашағына ықпал еткен ірі тұлғаның бірі Төле би Әлібекұлы. Төле би Әлібекұлы туралы аңыз әңгімелер өте көп. Ол жаңағы сол кезеңнен бастап, сол Әлібек ұлы Төле би өмір сүрген дәуірде, одан кейінгі дәуірде, тіпті өзіміздің жаңағы тәуелсіздік алған кезеңде де дәуірлеп осы дәуірге жетіп отыр, аңыз әңгімелер. Бірақ негізінде деректерде баршылық. Сіздің еңбектеріңізге қарап отыра, зерттеу еңбектеріңізге қарап отыра, Төле бидің кім болғаны, қандай би болғаны, қандай дипломатиялық қарым-қатынастар, мына жақта Ресеймен, Жоңғар империясымен қарым-қатынастар жасағаны туралы деректерді қарап шығуға болады. Енді осы Төле би Әлібекұлы кім болған, шыққан тегі қандай, жалпы Төле би феномені неде деген сұрақ қойғым деп отыр сізге. Төле би Әлібекұлы жаңа өзіңіз айтып отырғандай, қазақ халқының мемлекеттігінің, қазақ мемлекетінің нығаюына, дамуына зор үлес қосқан тарихи тұлғаларымыздың бірі. Би дегенді халық өзі әркімге бере бермеген ғой. Әділдігін, ақыл ойының кемелдігін, кісілігін таныған адамды ғана халық қабылдаған, билік шешімін мойындаған. Ал енді Төле би Әлібекұлы өзінің тұстастарымен бірге Қаздауысты Қазыбек би, Әйтеке би сияқты тұлғалармен бірге үшеуі қатар тізе қосып жұмыс жасаған кезде халықтың небір жағдай мұң-мұқтаждарын, қажеттерін өтеуге жол ашатұғын заңдық ережелерді қалыптастырған. Ана жеті жарғыны қалыптастырған дегеніміз осы кісілердің еңбегіне байланысты айтылған. Ал енді Төле бидің балалық кезі өзінің ата-анасының қолында, тәрбиесінде өтті. Жамбыл облысының Жайсаң деген жері бар, керемет жақсы жер. Ел солай айтады. Сол жерде дүниеге келген ол кісі. 1663 жылы жағдай дүниеге келді дейді біздің тарихшыларымыз. Ал енді әкесі, айналасы қалай болды дегенде, енді біздің қайбір зерттеушілеріміз, әсіресе кеңес өкіметінің кезіндегі зерттеушілеріміз бұл қара шоғыр, қара шаруадан шықты деп айтып жүрді. Дерек көздері, екі түрлі дерек көзі бар. Кедей таптан шықты деп айтып жүрді. Енді ол сол кездің талабы. Ал енді оның тарихтың нақты шындығына, я болмаса тарих деректерінде, дерек көздерінде сақталған мәліметтерге сәйкестігіне келетін болсақ, бұл пікірдің аса дұрыс еместігіне көз жеткізуге болады. Кейінгі тұста біздің ғалымдарымыз жағдай аңыздық материалдарға, дерек көздеріне басқа сүйеніп отырып, басқаша көзқарас қалыптастыра бастады.
Мысалы, біздің осы Қазақстанда заң ғылымының үлкен тұлғасы, атасы деуге болады оған Салық Зиманов. Төле бидің әкесі де үлкен белгілі би болған дейді ол кісі. Төле би өзі жастайынан жағдай 6 жасынан бастап билік іске жағдай ықылас қоя бастады дейді. 9 жасында әкесінің алдында жағдай билік шешім шығара бастады дегенді айтады. Ал 15 жаста жеке билік құрды. Жеке билігін құрды. Жаңғара мырза, өте тамаша айтып отырсыз. Мынау егер бала әкеден үлгі алмаса, үнемі әкесі Әлібек бидің жаңағы билік жасағаны, небір даулардың ішінде кіріп, әділетті билік жасаған бәрін көріп өскен бала ғой, сонда үлкен билерді, қазақтың тұрмыс тіршілігін жақсы бойына сіңіре білген бала. Міне әкелік үсі дегенді көрмейсіз бе? Ол тектінің баласы болып тұр ғой. Және өзі кімнің Төле бидің болмысына қарасаңыз айрықша, әрі шешен, ділмәр, өте ақылды. Бұл енді билерге тән қасиет болуға тиісті. Және ол қазақ даласында сол кезде мына сөзге тоқтау, сөздің құдіретін түсіну деген жаңа сіздің бір шешендік сөздер туралы жазған мақалаңызға қарап шықтым. Даладағы жаңа дала біздің өзі дала философиясы дегенде бір керемет қой енді қарасаңыз, жаңағы дәстүр қалыптасып, жаңағы сөзге тоқтап, оны балаға, ұрпаққа үлгі етіп қалдыру деген үлкен дүние. Енді осы жерде бала биден дана биге, кемеңгер тұлғаға қалай айналды? Осы туралы кішкене тоқталыңызшы. Енді бала бидің дана биге айналуы дегенді жалпы айтуымыз оңай біздің. Ол тарихтың өзінде, өмірдің өзінде болғаннан кейін, бала кезінде билік жасаған адамның енді даналық деңгейге көтерілуі елдің көз алдында болған нәрсе ғой. Оны айтуымыз оңай. Ал бірақ енді осы бала бидің, япын болса нақтырақ айтқанда Төле бидің, бала би болғандағы кезінен дана биге көтерілуі қалай болды дегенді айту, ол өте қиын нәрсе. Мұның арасында неше түрлі жағдай, оқиғалар, тарихи оқиғалар да бар ғой. Тарихи оқиғалары бар. Кезеңдердің сипатына байланысты жағдай, қалыптастыруына жағдай, әсер ететін оқиғалар, жайлар, саяси ахуалдар, солардың барлығының жағдай жиынтығының негізінде жүзеге асатын нәрсе ғой. Енді соның барлығын айтып өткеннен гөрі алдымен бір жайға назар аударсам ба деймін. Жалпы даналыққа жету деген өзі, даналыққа жету деген бірнеше факторларға байланысты ғой. Ана біздің данышпандарымыз айтқан алдында, Төле бидің алдындағы данышпандарды айтқан, кейінгі данышпандарымыз айтады. Біріншіден ол негізге байланысты, жаңа өзіңіз айтып отырғандай. Жақсы ана, жақсы ата негізге байланысты. Соның кейін жақсы ата, жақсы ананың айналасының берген тәрбиесіне байланысты. Әрі қарай енді сол қоғамдық ортасы қалай болды? Оның да жағдай әсері зор. Орта деген дұрыс болмайынша адамның жағдай кемелденуі өте қиын болады. Соның кейін өзінің жағдай табиғаты бар ғой енді. Негізден шығатын табиғаты бар емес пе? Сол табиғатта қасиет болып тұр ғой. Сол қасиет кемелдене келі, дами келі жағдай даналық деңгейге жеткізген деп айтуымызға болады. Міне осындай бірнеше факторлар бар. Бала бидің дана биге айналуында осындай бірнеше факторлар бар деп есептейміз. Тек қана Төле бидің аңыз әңгіме емес, оның жаңағы айтқандарының, оның билік саяси көзқарасын қазақ халқын қалыпты жағдайда ұстауына деген ниетінің барлығын дерек көздері арқылы тануға болады. Тек қана аңыз. Сол жинаушылар, зерттеушілер, насихаттаушылар туралы бір сұрақ қойғым келіп отыр өзіңізге. Осы жайына тоқталыңызшы. Төле бидің билік шешімдері, істеген істері, айтқан сөздері қазір біздің ғалымдарымыздың еңбегінің нәтижесінде біраз жинақталды.
мына тұрған кітаптар сол біздің кісілердің жаңағы жинақтаған еңбектерінің бір көрінісі ғана, бұл бір шеті ғана. Мынау үлкен кітап, мысалы Төле би деген мынау Төле би үлкен кітап. Мынау екінші басылымы. Мынау осы үлкен қалпында 91 жылы дүниеге келген, жарық көрген, құрастырған Төле би қазақтың әдебиетіне, мәдениетіне зор еңбек сіңіріп жүрген филология ғылымдарының докторы, профессор Сәрсенбі Дәуітұлы. Төле би туралы материал. Ол кісінде бірнеше мақалалары бар өзі. Кітабы бар, мақалалары бар, ол кісінің жазғандары өте көп. Міне осында жағдай сол материалдардың алдыңғы басылымы бар, солардың біраз жинақталып осында берілді. Бұл қазіргі біздің қолымыздағы еңбектің көрінісі. Мынау Төле би деген бұл алғашқы жағдай жинақтардың біреу, ертеректегі жинақтағы біреу. Мұны да Сәрсенбі Дәуітов құрастырған. Ал енді мынау осы өткенде бір конференция болды, конференция болды Тараз өлкесінде, сол конференцияның материалдары. Мұны шығарған жігіттер мына жерде жазылған аты жөндері. Нағашбек Қапалбекұлы, Мұхтар Қазыбек, Мадет Қожекеев деген кісілер құрастырып жағдай шығарған. Және басқа да еңбектер, мына жерде менің кейбір мақалаларым енген кітаптар бар, тағы басқа да еңбектер бар. Енді ал енді бұл кісіге дейін не болды дейтін болсақ, ол кісіге бұл салада жиналған басқа да еңбектер бар ғой. Мысалы, анау революцияға дейін, 20 ғасырдың басына дейін жиналған материалдар болған кезінде. Соның кейін 19 ғасырдың басындағы материалдардың ішінде біздің біраз адамдарымыздың, осы қазақтардың өзіне шыққан адамдардың еңбектері бар жағдай. 1900 жылдарда жағдай жинақталған. Мысалы, Шәкерім Құдайбердиевтің еңбегі бар, Мәшһүр Жүсіптің еңбегі бар. Одан бері де енді тағы басқа да жағдай зерттеушілеріміздің еңбектері болды. Кезінде Сәкен Сейфуллиннің өзі еңбектері болды. Жинаумен де айналысты, насихаттаумен де айналысты. Осы Төле би және басқа билердің айтқан сөздерін. Одан берді өзіміз бар, біздің Жұмалиев бар, жағдай белгілі қазақтың әдебиеттану саласындағы ғалымдарының көпшілігі осы салада өздерінің жағдай пікірлерін жинаған еңбектерін жағдай оқулықтарға енгізді. Кезінде оқу құралдарына енгізді, өздерінің жағдай еңбектерінде жағдай жариялады. Сөйтіп, Төле би саласындағы жағдай жинақталған еңбектердің халыққа жетуіне едәуір еңбек сіңірді бұл кісілер. Ал енді осы қатарда тағы да орыстардың кезінде Қазақстанның түрлі аймақтарында генерал-губернатор болып отырған адамдары, тұлғалары болды. Олар осы халықтың дәстүрін, ойлауын, салтын, әдетін білу мақсатында бүкіл елге жағдай сұрау салып, әдет заңының үлгілерін жинатқызды. Әдет заңы деген жағдай, обычный право дейді орыс тілінде жағдай, ол халықтың бүкіл тұрмыс тіршілігі бәр соның ішінде тұрады айналып келгенде. Соны жинатты, бұл салада жағдай 19 ғасырдың өзінде толып жатқан еңбектер шықты. Көп. Мен солардың ішінде Төле би туралы, Қазыбек би туралы, Әйтеке би туралы, олардың билік шешімдері туралы бірқатар еңбектер көрініс тапқан. Мен осылар қазір жалғасып, толықтырылып, біздің елдің игілігіне айналуда. Тәуелсіздік кезінде. Жақсы, енді мынау Төле бидің жалпы қазақ елі сол Төле би өмір сүрген дәуірде мына жағында орыс империясы, екінші жағында жоңғар империясымен қарым-қатынаста болды ғой. Осы кезеңдегі Төле бидің дипломатиялық рөлін айтыңызшы қарым-қатынастардағы. Төле бидің өмір сүрген кезең өте бір күрделі кезең болды, жаңа өзіңіз айтып отырғандай.
мынау Сәкен Сейфуллин жазған жағдай жинаған еңбектерінің ішінде қазақтың ақын жырауларының, билерінің айтқан біраз сөздері бар. Мына сонда жағдай Төле бидің айтқан сөздері де бар. Жасаған биліктерінің кейбір көріністері бар. Енді бұл кезде 1713 жылдардан бастап 1708, 1709, 1710, 15 жылдарға дейін жоңғарлардың бірнеше шапқыншылығы болған ғой қазақтарға. Қазақ халқының жағдай, Қазақстанның бір бөлігі жағдай Ресейге жақын болып тұрған кезінде, бір бөлігі мынау Қоқанға жақын болып тұрған кезі, бір жағынан жоңғары бар. Міне осы кезеңдерде әр хандық жағдай, әр аймақтағы ел жұрттың бас қосуы, жау келіп қалды дегенде бірден ат ойлап жағдай тізе қосып шығу қиын болды дағы. Тұтқиылдан шапқан жаудың соққысына ұшырауы орын алып отырды. Жоңғарлар жағы 1708, 1709, 13 жылдарғы шапқыншылығында оңтүстік өңір, жаңа Төле бидің өмір сүрген өңірі, Талас, Шу, Сырдарияға дейінгі аймақ жоңғардың жағдай қатты соққысына ұшырап қалды. Енді осы кезде не істеу керек? Дегенде алдымен Төле би өзінің айналасындағы батырларын жинақтап, жасақтар жасауға ұйытқы болды. Ол жасақтар әр жерде жекелеген жағдай топ болып күресіп, соғысып жатыр жоңғарларменен. Соғысып, жеңісіге жеткен тұстары да болды. Жеңілген сәттері де жеткілікті. Міне осындай жағдайда ол айналасындағы хандықпен өзінің жағдай аймағының айналасындағы жақын хандықтармен қарым-қатынасты дұрыс жолға қоюға бет алды. Сөйтіп бір жағы Қоқаны бар, бір жағы Бұхары бар, солардың хандары мен адамдармен жағдай келісіп отырып, жұртты жоңғар шапқыншылығына қарсы бірлесіп тойтарыс беруге ұйытқы болды. 300-дің басын біріктіріп пе? Солай десек дұрыс. Алдымен өзінің айналасындағы мұсылман хандықтары жақын айналасын. Енді содан кейін жағдай бүкіл қазақтың басын біріктіру. Ол жоңғар тек қана оңтүстікті ғана шауып жатырған жоқ, Талас, Шу өңірін ғана емес, басқа өңірлердің бүкіл барлық өңірдің жағдай шапқыншылығын жасап жатты ғой. Анау Тарбағатай аймағынан, басқа жақтардан, әр жақтан шауып жатты ғой. Міне ендігі мақсат жағда айналасындағы хандықтарды, мұсылман мемлекеттерінің хандықтарының жұртын, сонымен бүкіл қазақтың өзін әрі қарай Ресейден көмек, тағы қай жақтан көмек болады, көмек жасай алатын жерлердің бәрін іздестірді бұл кісі. Хат жазған сәттерде болды. Өздерінің батырларын жіберіп. Міне сондай жағдайда бұл кісінің қасында көбінесе жағдай үлкен көмек көрсеткен адам бірінші кезеңде жаңағы мұсылман мемлекеттері болды. Қазір біз Қоқан ханы дейміз, Бұхар ханы деп жүрміз ғой. Міне сол хандықтардың жағдай адамдары келісіп, анау мұсылманшылық бірлікпенен анау сырттан келген жауларға қарсы күресті. Төле бидің айтқаны бойынша, сұрауы бойынша, ұйымдастыру бойынша олар бірлесіп жоңғарға қарсы тойтарыс беруге дейін барды. Бірақ жоңғарларды жеңе алған жоқ жоңғар шапқыншылығында. Бұл өте ұзаққа созылған күрес болды. Ал енді осы секілді жағдай басқа елдермен халықаралық деңгейдегі сипаттағы істеген жұмыстарыменен атқарған ұйымдастыру жағы ұсыныстарыменен бұл кісі бүкіл қазақтың басын біріктіруге ықпал етті деуімізге болады, ұйытқы болды деуімізге болады. Жоңғардың әскері қай жерде тұр, қай жерде қандай жағдайда тұр дегенді ол Абылай хан арқылы, өздерінің батырлары арқылы қазақтың басқа аймақтарда тұрған батырларына, қолдарына жеткізіп отырған. Мінекей жау мына жерде тұр, ертең сені шабады. Я болмаса ертең сені шабуы мүмкін, сақ бол.
сақадай сай тұр, я болмаса жағдай басқадай айла, ойла деген сияқты хабарды жеткізіп отырды. Ал енді осының аяғы не болды дейтін болсақ, енді аяғында жоңғардың 1715 жылдарға қарай өзгерістері болды біраз. Тәуке хан дүниеден қайтты. Анау хандар, Тәуке ханның тұсындағы бірігіп тұрған сұлтандар әр аймақтағы әрқайсысы бет-бетімен кетті. Мен енді өзімше жағдай хандық құрам деген сияқты. Өзімше билеп төстеймін деп, біреуі батысқа кетті, біреуі шығысқа кетті, біреуі жағдай тағы басқа жаққа кетті деген сияқты әрқайсысы бас қосылмай қалды. Басын қосылуға жағдай ырықтарын жеңе алмады өздері. Міне осындай жағдайда Төле би айтқан ғой, ана батырлардың басы қосылмай, сұлтандардың басы қосылмай жатқанда, батыр деген бір барақ ит дейді Төле би. Әр екі әйелдің біреуі табады. Би деген бір ақ шариғат, ілуде біреу шығады дейді, жарықтық. Міне осындай қиын шақта жағдай. Елдің басын біріктіру ол батырлардың қолынан келмей, сұлтандардың қолынан келмей, айналып келгенде осы билердің қолынан келген. Міне анау 15 жылдан жағдай Тәукеден кейін тарап кеткен жұртты енді жоңғар шапқыншылығының езгісін көріп отырып, үш би әрекет жасап, айналып келгенде сол үш би әрекетінің нәтижесінде бастары біріккен ғой. Міне сол билердің қатысуыменен 10-шы жылдарғы бір жиында 713 жылдар болу керек. Жаудан жеңіліп шегініп келе жатыр. Жау болса екпіндеп келе жатыр. Енді не істейміз дегенде батырлары бар, басқалары бар. Шегінеміз, анда кетеміз, мында кетеміз, ағысамыз деген әңгімелерді айтқан ғой. Сонда топтың ортасында Қарағұмда Бөгенбай батыр айтты дейді. Кетпейміз біз. Бала шағанын тастап, үйшімізді тастап, қарт ата-аналарымызды тастап қайда барамыз? Оларды тастап, балаларымызды, ұлымызды жауға күң қылып, қызымызды күң қылып, ұлымызды құл қылып, ата-анамызды қалдырып, қор қылғанша өлейік, қанымызды төгіп, қылышымызды сілтеп өлейік. Атымыздың тұяғы тозбай тұрғанда, қылышымыз қолымыздан түспей тұрғанда, бас біріктірейік де шабайық дейді ғой. Сөйтіп жалындап сөйлеп тұрған кезінде жараланған жауынгерлер қолдап денесіндегі жарасын, тамған жарасын жыртып тастап қанын ортада ағып тұрған сексеуілдің отына төккен ғой. Ол лапылдап жанған. Содан мінекей халықтар, қазақтардың басы бірігіп, жауға қарсы шабамыз деген ғой. Бөгенбайды сол кезде бас қол басылып сайлап, халық көтеріледі. Халық жиналады, халықтың әскерлері бас қосады. Міне осының бәріне билердің несі жатыр. Бөгенбайдың сөзінде қарамайсыз ба? Ол Бөгенбай батыр ғана емес ол. Сөзіне қарасаңыз бидің сөзі, шешенің сөзі. Елдің қалың жұрттың көңілін толқытып, балқытып, ашуында келтіріп, әрі еліне жұртына жанын да ашытқызып, қанын қайнатып тұрған сөзін қарамайсыз ба? Бұл батырдың ғана сөзі емес, бұл бидің сөзі, шешенің сөзі, халықтың сөзі ғой. Жаңғара мырза, өте тамаша айттыңыз. Мына дерек көздері бар ғой енді. Осы билік шешімдеріне байланысты. Кәдімгі деректер, архивтік деуге болады, жазбаға қалдырылған Төле би туралы. Осы жайына тоқталыңызшы. Бізге дейінгі жеткен 19 ғасырда баспада жарық көрген бірнеше еңбектер бар дедік жаңа.
сол еңбектердің бірінде Төле бидің бірнеше шешімдері берілген. Соның біреуін айтып берейін мен сізге. Жаугершілік заманда жаңағыдай ереуыл аттар қойылды. Сол бір жауынгердің, сарбаздың атының аяғындағы, шідерлеп тұсап қойған атының аяғындағы шідерін біреу алып кетеді, шешіп алып кетеді. Ұры ғой енді, ұрлап кетті ғой, біреудің дүниесін алып кетті, ұрлап кетті ғой енді. Осыны қарайды Төле би, осы дауылысты қарайды. Бүкіл ел жиналады, даугерлер, айтысушылар келеді, жаңағыдай. Содан ұры анықталып тұр. Жоғалған нәрсе табылып тұр. Енді осыған қандай шешім қабылдау керек, қандай билік шешім, айып шығару керек заң бойынша. Міне осы тұста бөлтірік Төле би 3-5 атты алдырады. Сонан кейін 3 мықты жауынгер жігітті алдырады. Сөйтіп жұртқа түсіндіреді. Мынау шідер көздерін көріп тұр халайық. Мынау шідерді мына 3 аттың 3 артық аяғына қазір байлайды жігіттер. Сөйтіп мына тұрған 3 мықты жігіт 3 атты 3 жаққа ұрып, қамшылап, қуалайды. Сол кезде шідер үзіліп кететін болса, шідер үшін ешқандай жағдай төлем, айып жоқ. Егер жағдай 3 жігіт 3 атты 3 жаққа қуып жатқан кезде шідер үзілмейтін болса, онда шідерді ұрлаған адам шідердің иесіне 3-5 ат төлеу керек. Деп жұртқа жағдай жариялайды. Жұрттың бар еліңдек болады жағдай. Жоқ дейтін, олай болмайды дейтін ешкім жоқ жағдай. Апырай қалай. Жұрттың ойында қалады ғой, үзілер ме екен, үзілмес пе екен деген. Ой тұрады ғой енді. Көрініс фактімен ғой дерекпен. Сөйтіп жұрттың бәрін назар ауады. Содан жағдай 3 ат шідерленеді, артқы аяғынан шідердің 3 басы 3 аттың 3 аяғына, артқы аяғына байланады. Содан 3 жігіт жағдай қамшымен ұрып 3 жаққа айдайды 3 атты. Шідер үзілмейді қанша ұрса да, қанша аттар ышқынып алға жылжыса да, шідер жібермейді. Жібермейді де, үзілмейді де. Жұрт көрді барлығын. Сонда жағдай Төле би айтады, бұл шідер де емес, бұл шідер емес, бұл 3 ер дейді. Сонда шідердің күшін жағдай 3 аттың күшіменен, 3 ердің күшімен бірдей бағалап тұр ғой. Сөйтеді дағы шідердің жағдай мықтылығын екінші бір сөзбен жеткізеді. Жаугершілік жағдайында жағдай атты қолда жақында ұстаған ғой енді жауынгерлер. Сонда шідер дейді, қос, шідер қос, арқан дос, тұсау бос дейді. Анау шідер қос дегеніміз жаңағы шідерлеп қойған атын қосындағы тұрған ат сияқты деген. Қос деген жағдай жолым үйлер ғой, жаугершілік кезінде тігуге оңай болатын, алып жүруге оңай болатын үйлер ғой. Қоста тұрғанмен бірдей. Арқандақ қойсаң, ол да дос. Іздеген кезінде барып жау келіп қалды дегенде ұстап аласың да жағдай жүріп кетесің. Ал енді тұсап қойғаның атын ол екі аяқтап тұсайды ол жағдай. Ол шабуылдап кете береді. Ол бос дейді. Сөйтеді дағы тұсауыл атқа мынандай жағдайда. Тұсауыл атқа жаугершілік жағдайда. Тұсауыл ат тұсауын ұрласа да, аттың өзін ұрласа да, ұры. Оған ешқандай жазық жоқ, айып жоқ дейді. Өйткені сен тұсаулақ қойдың. Тұсаулақ. Еркін жіберіп тұрсың. Еркін жіберіп. Атын ұрланып кетсе де, атын ұрланып кетсе де ол қын жоқ оған. Айып жоқ дейді. Ал енді мынау шідер, мынау қоста тұрған ат ұрлағанмен бір дейсің шідер додағаны.
жаугершілік жағдайда, қиын жағдайда қалдыр. Иә. Ішілер жоқ, қостағы аты кетіп қалса, жағда жауға мінетін аты қайдан табады? Жауға қарсы қалай күреседі? Қалай соғысады? Сөйтеді дағы ішілерді ұрлаған үшін жағы ұрыға 3-5 аты төлеткізеді ғой. Тыңдап отырған, жиналып отырған жұрт сілтідей тынып тұр. Жоқ деп біреу айтпайды. Өйткені сол халықтың мүддесі үшін жасалып отыр ғой жағада. Ел үшін, жұрт үшін. Ол сіздердің жағдай әлгі нақты құны емес, оны атқаратын қызметінің маңызы ескеріліп отыр. Жаугершілік жағдайда бұлай, мінекей көрдіңіз бе? Міне осыған қарап отырсаңыз жағдай шедер. Қандай жағдай негіз жатыр осындай шешім қабылдауға? Қандай тұрғы? Сақтық керек деп отыр ғой. Сақтық керек. Халықты неге ұрлатасың, халық үшін деп отыр ғой. Халықтық, ана жауынгердің ниетін аты болмайтын болса, ол ғана халықты қалай қорғайды жаудан? Көрдіңіз бе? Соның бір ана халыққа жеткізіп отыр ғой. Бұл бір жағынан ана ұрыны жазалау болатын болса, екінші жағынан жоғалған заттың жағдай қайтарымы болатын болса, ең бастысы, үшіншіден ең бастысы, халықты осыған тәрбиелеу ғой. Халықтың санасын жаңғыртып, осындай жағдай халықтың мүдде тұрғысынан жұмыс жасау, солай ойлау туралы өзінің тағылымын беріп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Ай шіркін-ай. Ал енді осы Салтанат ханым, осы шешімнен кейін енді Кіші Орданың Сансызбай деген бір биі болған екен. Бұл ана дерек көздерінде жазылады. 19 ғасырда жарық көрген еңбектердің бірінде. О кісі өзінше жағдай шешім шығарыпты. Осы Төле бидің осы белгінің негізінде енді дейді, мынау жауынгер ат тұсаулы тұрсын, арқандаулы тұрсын жағдай, шідерлі тұрсын жағдай. Егер де аттың тұрманының жағдай, жүгені, үзеңгісі, таралғысы, ер тоқымы тағы басқалар деген құйысқан деген бар емес па? Солардың біреуі жоғалатын болса, солардың біреуін ұрлайтын болса, әр қайсына, әр жағдай тұрманынан, мысалы құйысқанына, жауға кетіп бара жатқан, шауып бара жатқан адамның ері алдына кетпес үшін құйысқан керек па? Ер артқа кетпес үшін оған алдынан өмілдірік керек жағдай. Тартпа бар өзеңі тағы басқалар. Солардың біреуін ұрлайтын болса, соның әр қайсысы үшін 1-5 айып төлейтіндей үкім шығарып қойған. Міне осының барлығы 7 жарғының негізі ғой. 7 жарғынан пайдаланудың жолдары. Көрдіңіз бе? Дала, сіздің әңгімеңізге қарап, даланың картинасы, суреті, өмірі солардың көз алдыма келіп жатыр. Қарасаңыз қандай, былай қарасаңыз ұлттық кодымыз жаңғырып жатқан сияқты, қазір мысалы. Ар жақ тегіміз шіркін далалық қой бәріміздікі. Ар жағымызда жатқан сол код ашылып жатыр міне. Осы елбасымыздың рухани жаңғыру, болашаққа бағдар еңбегінде ұлттық код туралы айтылады ғой. Міне бүгін біздің әңгімемізде шындығымен ақ ұлттық кодымыз жаңғырып, мына сіздің әңгімеңізден кейін жаңағы бүкіл даланың иісі, жусанның иісі мұрынға келіп жатыр. Ғажап, міне. Соның өзі қанығы сіздің бүкіл өн бойыңызға бір қуат болып келеді ғой, міне бүгінгі әңгіме. Әлгі енді бұл жерде тағы да мына өте бір терең саясаткер адам ғой енді. Даналығымен қоса көреген, сол кезде Ташкент маңайындағы Шыршық өзенін, сол бос су дей ма, сол маңайда су құбырларын өз иелігін алып отырады ғой. Ал енді су болмаса Ташкент бола ма? Былай қарасаңыз, сонда көреген соның барлығында шаруашылыққа ие болудың маңыздылығы қазақ үшін саясатқа телініп отырып, оның бәрін ақылмен, даналықпен шешіп отырады ғой міне. Енді осы Төле би бабамыздың осындай бір көрегендігіне бас иесің қазақ үшін. Осы қазір кезеңде біздің мемлекетшіл тұлға ғой міне қазір кезеңде бейбіт өмір сүруімізге, тәуелсіздікке жетуімізге бұлардың кәдімгі фундаментті қалап кеткендері көрініп тұр.
Енді мысалы осы Төле би бабамыз туралы айта берсек, өте бір керемет дүниелерді сөз қозғап бір айта беруге болады. Бүгінгі бір хабарымызда шамалы уақытта бәрін ашу да мүмкін емес, бірақ дегенмен Төле би бабамыздың бір болмысы, оның мінезі, оның шыққан тегі, оның саяси қайраткерлігі, даналығы туралы біраз сөз қозғадық та. Сосын енді бір тамаша бір қара жігіт бидің баласына бата береді дейді ғой, иә. Жаңа үш кесірден сақтан, еріншектік, ұйқышылдық, кесірліктен сақтан дегенде көрмейсіз бе? Жалпы осы еріншектіктен, жалқаулықтан сақтану кедейлікке әкелетін туралы бар ғой. Қазақ даласындағы осы Төле бидің айтқаны Абайдың жаңа қара сөздерінде бір астасып көрініп жатады ғой. Міне көрдіңіз бе, міне даналар әсер етеді, бір сабақтастық байқалады. Мен өзім былай қарап отырдым да, Төле бидің шығармашылығына оқып, ден қойып отырып, ол туралы айтылған билігі, оның кемеңгерлігі, ақылдылығы, пай шіркін, қазақтың даласындағы осындай дана сөздерді-ай, шіркін-ай. Қалай сол желмен есіп біздің 21 ғасырға жетіп атыр-ау деп бір қуандым да, сондай бір жүрегім бір керемет бір жақсы нәрсеге бір қуаныш, мынау жан дүние да азық алдым. Жан да азықтанады ғой, өзіңіз білесіз, абайтанушысыз. Жанның азығын алдым Төле би бабамыздың осындай даналығына қарап отырып. Енді бүгін енді Жаңғара мырза, біз сіздің осы Төле би жайында айтқан әңгімелеріңізге тәнті болып отырмыз қазір. Осы бір тағы да бір бас қосармыз деп отырмыз әрі қарай, иә. Өйткені бұл даналық, кемеңгерлігі, оның ақылды сөздері ұрпаққа жету керек қой. Осыдан бір біздің жас ұрпақ бір тәрбие алса, әке үлгісі тұр бұнда, қазақтың даналығы тұр, билердің шешімдері тұр. Жаңа Тәуке ханның 7 жарғысы сол кезеңдегі жетекшілік еткен ғой енді, иә, осы 7 жарғы. Бұның барлығы да бір тамаша Төле би бабамыздың болмысы, оның қазақ халқына тастап кеткен аманаты дұрыс болсын біздің халқымыз. Өзін жеріне, халқына ие болсын, мемлекетін жақсы көрсін, бір-бірімен сыйлассын деген бір үлгіні көріп отырмыз. Жаңғара мырза, бүгін келіп біздің студиямызға әңгіме дүкен құрғаныңызға рахметімізді айтамыз. Сізге шығармашылық жеміс тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі Төле би тағлымы жайындағы хабарымызды аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар.